Биылғы жылы елдің назары екі түрлі көрініске ауды. Бірі Шымкент қаласында өткен концерттен кейінгі бейне, алан толы қоқыс. Ал сол қоқыстың ортасында кішкентай балақай иіліп, жердегі бөтелкелер мен қағаздарды теріп жүр. Тағы бір жағымды көрініс Атырау қаласында өрбіді. Жастар фестивалі аяқталған соң алаңды өздері тазартып жүрген жастардың бейнесі әлеуметтік желіні шарлап кетті. Олар үшін бұл тапсырма емес, ішкі жауапкершілік. Тазалықты олар өз ортасына деген құрмет, өз қаласына деген сүйіспеншілік деп түсінеді. Бірақ неге біз осындай көріністерді сирек құбылысқа балап таңғаламыз? Неге мұндай істер күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналмай келеді? Орал қаласындағы Широкая көшесі 4-ші үй. Бұл аула жыл сайын қала күні қарсаңында үздік аула атағын иеленіп келеді. Тұрғындар үшін тазалық науқан емес, өмір салты. Ауладағы тал түбіне әк жағылар, гүлдер суарылып, әрбір бұрыш ұқыппен реттеледі. Қоқыс контейнерлері тап-таза, айнадай жарқырайды. Бұл үйлесімнің артында Оксана есімді үй басқарушысының еңбегі жанашырлығы жатыр. Ол аула тазалығын жүйелі жолға қойып, тұрғындарды ортақ іске жұмылдыра білді. Просто надо любить то место, где ты живешь. Свой дом, свою семью, детей. А я люблю детей, и мне хотелось бы, чтобы они жили в чистоте, в порядке. И лет 30 назад, как я начала этим заниматься, создавать детям уют, красоту, чтобы тренажеры у них все были, чтобы они никуда не выходили в другие дворы. Вот. И как-то так вот пошло-пошло. То сварим горку, то турник, то еще что-то, то машинку. Вот. У нас очень много детей здесь. Весь район и привозят детей к нам в гости. Хотелось бы только, чтобы гости наши были очень культурные, потому что убираем мы здесь все сами. У нас нет дворника. Мы вообще все делаем сами. Поэтому хотелось бы просто, чтобы люди уважали чужой труд. Бұл жерде ұрпақ сабақтастығы көрініс табады. Үлкендер үйретеді, жастар ілігеді. Балалар сол ортаның тазалығын табиғи қалып ретінде қабылдайды. Ал дәл осы сәтте қаланың басқа көшелерінде қандай көрініс? Қоқысқа толған контейнерлер, шашылған қалдықтар, ұшқан пакеттер. Кейде адамның бойындағы немқұрайлылық сол қоқыстан да ауыр сезіледі. Тазалық коммуналдық қызметтің ғана емес, әр азаматтың мәдениет айнасы. Қала ортақ үйіміз, ал үйдің шатыры мен табалдырығы, ауласы мен көшесі бәрі бір тұтас кеңістік. Сондықтан Оралды, Қазақстанды таза елге айналдыру әр тұрғынның қолында. Бір балақайдың қолындағы қап бір мәдениеттің бастауы, бір жастың қолындағы сыпырғыш, қоғамның жауапкершілік бейнесі, бір ауылдағы ынтымақ бүкіл қаланың өнегесі. Тазалық өз аулаңнан, өз жүрегіңнен басталады.